Көздеріңе мың қарайым, кетпеген мұңдар ай. Бұлт басқан күннің беті, болашақ бұлдырай. Күні түспесін жүрек, жарқырайды күнмен ай, күнмен ай, күнмен ай. Тоңдырып тастан өткен күнің, қурап сұлық бал кеткен гүлің. Жігіттер, егер анау сияқты красавчик болғанда, мынау сияқты бай болғанда, смело барып анағы сындырып алатын едім, өзіме қаратып алатын едім. Осындай сылтаулар қаншама жігіттің басында, ойында айналып жүр. Сосын жігіттер, қыздардың проверкалары бар. Қыздар танысқан кезде, жүріп жүрген кезде неше түрлі сендерге проверка жасайды. Осы проверкалардан қалай өтемін, Осы проверкаларды қалай мен аттап өтіп кете аламын? Өйткені көп жігіттер осы проверкаға келген кезде өте алмай, қызбен таныса алмай, бет-мойыншағы үзіліп, артқа қайтып жатады. Көп қыздар мақтап жатады осы жігіттерді. Жүрген кезде, сөйлескен кезде, араласқан кезде, осы мақтаулар қалай әсер етеді маған? Және де ол мақтау шынымен рас мақтап жатыр ма мені, әлде мен құлағымнан теуіп менен бір пайда алғысы келіп жатыр ма? Және де жігіттерде бар, көп қызбен уақыт жүреді, қызбен кездесіп жүреді, дос болып жүреді, жұмыста жүреді, бірақ қызға сезімін айта алмайды. Ол қызға үйленгісі келеді, ол қызбен отбасын құрғысы келеді, ол қызға ғашық, бірақ сезімін, ниетін айта алмайды, білдіре алмайды. Білдірсем, бәрін құртып аламын, бәрін бұзып аламын, қыз менен қашып кетеді, қыз менен қорқып қалады деген жаман ойларда жүр. Бұның бәрі жөнделетін нәрсе. Мен красавчик емеспін, менің бойым ұзын емес, түрім онша емес, енді жағдайым ондай емес деген сияқты әртүрлі сылтаулар бар. Осы сылтаулардың бәрін құртып тастап, қалай мен өзімді красавчик болып сезінемін. Красавчик болмасам да, қалай мен красавчик болып өзімді көрсете аламын, және сондай состояниеға түсе аламын. Вот осының бәрін мен сендерге осыған ұқсасты папаң айтпайтын, ағаң айтпайтын, көкең айтпайтын, мектепте, универде айтпайтын тақырыптардың бәрін 2 күндік онлайн кездесуде мен саған айтып, сенің мына миыңдағы дұрыс емес программаларды ауыстырып, орнына қойып беретін боламын. Ол үшін астына өт.